Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендерім. Бүгін сіздермен бірге қазан кебаб тағамының ең оңай жасалу жолымен бөлісетін боламын. Небәрі 20 минутта дайын болады және өте дәмді болып шығады. Құрамы да қолжетімді. Алдымен дайындамас бұрын қазақша контенттің дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қосып, арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне өз ойларыңызды қалдырып, мені қолдап отырсаңыздар, алдағы уақытта тағы да керемет рецепттермен сіздерді қуантатын боламын. Ең алдымен бізге 2 тауық аяқтары қажет болады. Жақсылап жуып, ірі бөлшектерге бөліп аламыз. Одан соң орташа көлемдегі пияз және 2 қызанақ қажет болады. Тәтті болгар бұрыштарын дәл осы видеодағыдай турап аламыз алдын ала. Және бізге орташа көлемдегі картоп қажет болады. Жақсылап тазалап аламыз. Енді картопымызды қызып тұрған қазандағы майымызға жақсылап қызарғанша, қып-қызыл болып қызарғанша қуырып аламыз. Қуырылып жатқан картоптың үстінен паприка ұнтағын сеуіп, дәміне қарай кішкене ас қасықтың ұшымен ғана тұзымызды саламыз. Осымен біздің картопымыз қып-қызыл болып қызарғанша қуырып алдық. Енді бөлек тарелкаға алып тастаймыз. Картопты қуырған майдың үстіне тауық еттерін салып, жақсылап, оны да қызарғанша қуырып аламыз. Тауық еттерімізде дайын болды. Жақсылап қызарғанша қуырып алғаннан кейін оны да бөлек тарелкаға салып аламыз да артық майларын алып тастаймыз. Қазанымыздағы артық майларды алып тастағаннан соң жаңағы қуырылған тауық етін салып қуырамыз. Үстінен жуамызды саламыз да жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Шамамен 2-3 минуттай. Құрметті көрермендер, қазақша фудблогтың, яғни қазақша контенттің дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қосып, арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, комментарий бөліміне өз ойларыңызды қалдыра отырыңыздар. Енді үстінен жаңағы туралған болгар тәтті бұрыштарын қосып, оны да жақсылап араластырып, шамамен 2 минуттай қуырамыз. Және дәміне қарай тұзымызды саламыз. Енді үстіне жаңағы қызартып қуырған картопымызды саламыз. Ұнатқан дәмдеуіштеріңіз болса, дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады, немесе қара бұрышпен кішкене дәміне қарай тұз қосып жіберсеңіздер, өте дәмді болып шығады. Қызанақты қалай салған видеом түспей қалған екен, дәл видеодағыдай қызанақты салып орналастырып, қақпағын жауып 10 минутқа ұмытып кетеміз. Осымен біздің қазан кебабымыз дайын болды. Небәрі 20 минутымызды ғана алды. Өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Жасап көріп, үй іштеріңізді қуантыңыздар. Сіздермен бірге болған Мадина Әділбековна. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне өз ойларыңызды қалдыра отырыңыздар. Келесі рецептке қандай тағамды түсірейін немесе тәттіні астынан жауап күтетін боламын.